Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 4-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 15-ші сабақ. Рубль валютамен орындалатын операциялар. Қазақстан әлемде. Бүгінгі сабақта сен басқа мемлекеттің валютасымен рубль танысасың, оны ұсақтауды үйренесің. Есіңде сақта, рубль Ресей валютасының атауы. 1 рубль 100 копейкаға тең. Нөмірі 1-ші есеп. Қазақстаннан Ресейге келген туристер кәдесыйлар сатып алмақшы болды. Кәдесый сатып алуға қажетті соманы рубльмен және копейкамен төлеуге көмектес. Мұнда балар бізде 360 рубль, 345 рубль, 550 рубль бар екен, я? 360 рубльді біз рубльмен және копейкамен, яғни біз ұсақтайтын болсақ, я? 100 рубль қосу 100 рубль, қосу 100 рубль, 50 рубль, қосу 10 рубль. Осылай жаңағы жерде рубльмен және копейкамен төлеуге болады екен. 345 рубльді 100 рубль, қосу 100 рубль, қосу 100 рубль, қосу 10 рубль, қосу 10 рубль, қосу 10 рубль, қосу 10 рубль, қосу 5 рубль. 550 рубльді 500 рубль, қосу 50 рубль. Нөмірі 2-ші есеп. Есепте кері амал қолдану арқылы сыныптасыңның есептегенін тексер. 3809 қосамыз 297.008 тең 300.817-ге тең. Мұнда балар қосуды біз азайту амалымен тексереміз. 300.817-ден азайтамыз 297.008-ді. Сонда 3809-ға тең. Келесі 59.787 қосамыз 364.559-ды. Тең болады 424.346-ға. Оны қосуды біз азайтумен тексереміз. 424.346-дан азайтамыз 364.559-ды. Сонда 59.787-ге тең. Нөмірі 2-ші есептің жалғасы 198.658-ге қосамыз 205.989-ды. Сонда тең болады 404.647-ге. Енді балалар қосуды азайтумен тексереміз. 404.647-ден азайтамыз 205.989-ды. Тең болады 198.658-ге. Мұнда балалар мен баған түрінде көрсетіп қойғам. Келесі 80.181-ден азайтамыз 54.999-ды. 25.182-ге тең. Азайтуды қосу амалымен тексереміз. 25.182-ге қосамыз 54.999-ды. Сонда 80.181-ге тең екен. Нөмірі 2-ші есептің жалғасы 50.065-тен азайтамыз 9.848-ді. 40.217-ге тең. Азайтуды қосу амалымен тексереміз. 40.217-ге қосамыз 9.848-ді. Сонда 50.065-ге тең екен. Келесі 580.036-дан азайтамыз 9.488-ді. Сонда 570.548-ге тең. Азайтуды қосу амалымен тексереміз. 570.548-ге қосамыз 9.488-ді. Сонда 580.036-ға тең. Келесі нөмірі 3-ші есеп амалдарды орында. 8 рубль 50 копейка азайтамыз 7 рубль 10 копейка тең 1 рубль 40 копейкке тең екен. 12 жыл 8 ай қосамыз 4 ай тең 13 жылға. 9 сағат 10 минут азайту 3 сағат 40 минут тең 5 сағат 30 минутқа. 7 тәулік 8 сағат қосамыз 2 тәулік 20 сағат тең 10 тәулік 4 сағатқа. 10 сағат 45 минут қосамыз 12 сағат 38 минутта тең 23 сағат 23 минутқа тең. 5 апта 2 күн азайтамыз 4 апта 6 күн тең 3 күнге. Нөмірі 4-ші есептің асы рубльмен берілген бағаларды қарап көр. Заттардың құнын қағаз ақша жинағының қосындысы түрінде жаз. Тұрмыстық техника сатып алу үшін ресейлік бір отбасы өз бюджетінде 50.000 рубль бөлді.
бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әртүрлі нұсқаны құрастыр. Соманы қағаз ақшамен жинақтауға көмектес. Мұнда балалар бізге 32 мың рубль, 4 мың рубль, 21 мың рубль, 3 мың рубль, яғни үтіге 28 мың рубль, 45 мың рубль, 6 мың рубльдық заттар бар екен. Бірінші балалар болды 50 мың рубль, микротолқынды пеш 4 мың рубль, үтік 3 мың рубль, шаң сорғыш 6 мың рубль, кір жуғыш машина 32 мың рубль. Бізге қалған табу керек. Бірінші біз балалар осы рубльдерді қосып шығамыз. Барлығы 45 мың рубль болады екен. Сонда 45 мыңымыз тең балалар 5 мың көбейту 9 екен. Енді 50 мың рубльден 45 мың рубльді азайтатын болсақ, 5 мың рубль, жауабы 50 мың рубльге 4 зат алып, және 5 мың рубль қалады. Нөмірі 4-ші есептің асының жалғасы, екінші нұсқасы болды 50 мың рубль, тоңазытқыш 45 мың рубль, микротолқынды пеш 4 мың рубль. Бізге қалған табуымыз керек. Ең алдымен осыларды қосып шығамыз. Балалар, осы заттардың құнын 45 мың рубльге 4 мың рубльді қосамыз. Сонда 49 мың рубль. 49 мың рубліміз тең 5 мыңды 9-ға көбейтеміз. Одан кейін қосамыз, 1000-ды 4-ке көбейтеді екенбіз. Енді осы 50 мың рубльден 49 мың рубльді азайтамыз, 1000 рубль. Жауабы 2 зат 49 мың рубль болады, және 1000 рубль қалады. Нөмірі 4-ші есептің асының жалғасы, үшінші нұсқасы болды 50 мың рубль, газ плита 21 мың рубль, ыдыс жуғыш машина 28 мың рубль қалды. Бірінші балалар 21 мыңды 28 мыңға қосамыз, 49 мың рубль, яғни 49 мың 5 мыңды 9-ға көбейтсек болады, және 500-ді 8-ге көбейтсек болады. Екінші, сол 50 мың рубльден азайтамыз 49 мың рубльді, сонда 1000 рубль. Жауабы 50 мың рубльге 2 зат алуға болады, және 1000 рубль қалады. Нөмірі 4-ші есептің А нұсқасы, сурет бойынша өзің есептер құрастыр. Яғни балалар, А нұсқасындағы суреттер бойынша болды 50 мың рубль, тоңазытқыш 45 мың рубль, үтік 3 мың рубль қалған табуымыз керек. Яғни біз 5 мың рубль санынан азайтамыз. 45 мың мен 3 мыңның қосындысы, сонда тең 2 мыңға. Жауабы ресейлік отбасыда 2 мың рубль қалды. Нөмірі 5-ші есеп, тапсырманы орында. Периметрі 420 мм, 64 см, 460 мм-ге тең тік төртбұрыштардың ені мен ұзындығының мүмкін болатын нұсқаларын сантиметрмен жаз. Әрбір тік төртбұрыштың ауданын тап. Мұнда балалар, біріншісі периметрі 420 мм, ұзындығы яғни 14 см делік, ені 7 см. Мұнда аудан табу керек. Яғни балалар, периметрдің формуласы А қосу Б көбейту 2, сонда 420 мм 42 сантиметрге тең, 42 сантиметріміз тең, яғни 14 қосу 7 көбейту 2 деп алдық. Яғни 21, 21-ге 2-ні көбейтеді екенбіз. Сонда 42 сантиметр екен, балалар. Сонда біз ұзындықты 14 сантиметр деп алдық. Енді мұнда аудан табуым үшін 14-ті 7-ге көбейтеміз, 98 сантиметр квадрат. Жауабы, яғни ауданы 98 сантиметр квадрат. Нөмірі 5-ші есептің жалғасы, яғни біз тағы да екінші нұсқасы, периметрі тең 64 сантиметр деліге. Енді мұнда ұзындықты 20 сантиметр деп алдық, енін 12 сантиметр деп алдық. Мысалы, яғни бізде периметрдің формуласы А қосу Б көбейту 2, сонда 64 сантиметрді тең деп алдық, сонда 20 мен 12-нің қосындысын көбейтеміз 2-ге. Сонда 32, 32-ні 2-ге көбейтсек 64 сантиметр екен. Енді мұнда балалар, бізге аудан табуымыз керек. Ауданы 20-ны 12-ге көбейтеміз, 240 сантиметр квадрат. Жауабы ауданы 240 сантиметр квадратқа тең.
Нөмірі 5 есептің жалғасы 3 нұсқасы, яғни периметрі 460 мм, ұзындығын 11 см деп алдық, енін 12 см деп алдық. Мұнда бізге ауданын табуымыз керек. Мысалы, балалар 460 мм 46 сантиметрге тең, 46 сантиметрді мысалы біз 11 қосу 12 деп алдық, яғни 11-ге 12-ні қосатын болсақ 23, 23-ті 2-ге көбейтетін болсақ 46 сантиметр екен. Сонда мұнда аудан табуым үшін 11-ді 12-ге көбейттік, 132 сантиметр квадрат. Жауабы ауданы 132 сантиметр квадрат. Нөмірі 6 есеп, есепті шығар. Әжей Ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей болса, әже қанша ақ және қанша қызыл жіп сатып алды? Есептің берілгенін жазып алайық, балалар. Қызыл жіп 320 рубль, яғни қанша шумақ алды, Одан кейін ақ жіп 400 рубль. Енді бізге барлығы 9 шумақ жіп алды, балалар. Ол үшін біз бірінші 320-ны 400-ге қосамыз, 720 рубль. Одан кейін 720-ны 9-ға бөлеміз, 80. 320-ны 80-ге бөлеміз, 4. Төртінші амалы 400-ді 80-ге бөлеміз, 5. Жауабы әжей 4 қызыл жіп және 5 ақ жіп сатып алды. Нөмірі 7 есеп, есепті шығар. Дүкеннен әрқайсысы 54 рубльден 4 тәрелке және 2 саптаяқ сатып алынды. Егер бір саптаяқ бір тәрелкеден 2 есе арзан тұратын болса, 4 тәрелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға болады? Яғни бір тәрелке 54 рубль, бір саптаяқ бізде белгісіз, 2 есе арзан, тәрелкеге қарағанда. 4 тәрелке мен 2 саптаяқты қанша рубльге сатып алуға болады, соны табуымыз керек екен, балалар. Және барлығына қанша рубльге сатып алу керек, соны табуымыз керек. Ол үшін біз бірінші 54-ті 2-ге бөлеміз, себебі 2 есе арзан деп тұр ғой, 27. 54-ті 4-ке көбейтеміз, яғни 4 тәрелкеге, балалар. Сонда 216, 27-ні 2-ге көбейтеміз, 54, яғни бұл саптаяқ. 216-ны 54-ке қосамыз, яғни 270. Жауабы 4 тәрелке мен 2 саптаяқты 270 рубльге сатып алуға болады. Нөмірі 8 есептің асы, сұраққа жауап бер. 596 долларға ұн, 653 долларға қант және 386 долларға сүт сатып алу үшін кәсіпкерге 2000 доллар жеткілікті ме? Яғни, балалар, болды 2000 доллар, ұн 596 доллар, қант 653 доллар, сүт 386 доллар. Бізге қалған табуымыз керек. Шешуі 596-ға қосамыз 653-ті, оған 386-ны қосамыз, сонда 1635 доллар. Енді сол 2000-нан 1635 долларды азайтамыз, 365 доллар. Яғни 1635 доллар кем 2000 доллардан, Жауабы кәсіпкердің ақшасы жетеді және 365 доллар қалады. Нөмірі 8 есептің әсі, кесте бойынша есеп құрастыр. Мұнда, балалар, атауы нан, ірімшік екен. Бағасы, нанның бағасы 2 доллардан, ал ірімшіктің бағасы 5 доллардан екен. Саны бірдей екен. Бізге құнын табуымыз керек екен. Ол үшін шешуінде, балалар, 2 долларды 5 долларға қосамыз, 7 доллар. Енді, балалар, 7 доллар, бізде енді 70 долларды 7-ге бөлеміз, 10 дана. Екінші 2 долларды 10-ға көбейтеміз. Себебі нан 2 доллар ғой, соны 10-ға көбейтеміз. 20 доллар нанға кетті бұл. Төртінші амалы 5 долларды 10-ға көбейтеміз. 50 доллар бұл ірімшікке. Жауабы 10 нанға 20 доллар, 10 ірімшікке 50 доллар төленді.
Нөмірі 9-шы есеп ойлан және жауап бер. Егер Айман 3 раушан гүл сатып алса, оның 140 рублі қалады. Ал 5 раушан гүл сатып алса, оның 100 рублі қалады. 1 раушан гүл қанша тұрады? Яғни 3 раушан гүл алатын болса 140 рубль қалады екен, 5 раушан гүл алатын болса 100 рубль қалады екен. 1 раушан гүлдің яғни қанша екен табуымыз керек екен. Ол үшін біз 140-тан 100-ді аламыз 40. Одан кейін 5-тен 3-ті азайтамыз 2. Енді 40-ты 2-ке бөлетін болсақ 20. Жауабы 1 раушан гүл 20 рубль тұрады. Нөмірі 10-шы есеп тапсырманы орында. Оқушы бірдей бағада 8 қалам мен 6 қарындаш сатып алды. Ол 8 қаламға 16 рубль 8 копейка төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша төледі? Барлығына қанша төледі? Мүмкін болатын нұсқаларды қағаз ақша және копейкамен жинақтап көр. 8 қалам 16 рубль 80 копейка. 6 қарындашқа, яғни 6 қарындашқа қанша ақша төлегенін табуымыз керек екен, балалар. Яғни бірінші балалар 16 рубль 80 копейканы біз 8-ге бөліп аламыз. 2 рубль 10 копейка бұл бір қаламның ақшасы екен. Енді 2 рубль 10 копейканы біз 6 қарындашқа көбейтеміз. Сонда 12 рубль 60 копейка бұл 6 қарындаш. Енді 16 рубль 80 копейкаға 12 рубль 60 копейканы қосатын болсақ, 29 рубль 40 копейка екен. Енді осыларды біз мүмкін болатын нұсқаларды, яғни қағаз ақшамен, копейкалармен жинақтап көрейік. 29 рубль 40 копейканы, яғни 10 рубль, қосу 10 рубль, қосу 5 рубль, қосу 2 рубль, қосу 2 рубль, қосу 10 копейка, қосу 10 копейка, қосу 10 копейка, қосу 5 копейка, қосу 5 копейка. Жауабы барлық затқа 29 рубль 40 копейка төледі. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.